Қайырлы күн, құрметті аналар, құрметті балалар. Бүгінгі біздің айтатын тақырыбымыз біреудің ақылы, яғни орыс тілінде айтқанда чужое мнение. Қандай чужое мнениелер екен білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментария жазып кетіңіз. Қолдауыңызға рахмет. Жалпы адам баласы өзгелердің пікіріне мұқтаж болады. Мүмкін біз оларды өзімізден тәжірибесі молырақ, бізден білімдірек болғандықтан шығар. Негізінде адам баласы ата-анасының, жақын достарының, өзін жақсы көретін адамдардың, өзін бағалайтын адамдардың пікіріне құлақ асып жатады. Аға, әпке, бауырларының пікіріне құлақ асып жатады. Басқалардың пікірін тыңдау біз үшін аса маңызды. Себебі біз өзіміздің ойымыздың дұрыстығын мойындату үшін, өзіміздің ойымыздың дұрыстығын дәлелдеу үшін басқалардың пікірін тыңдаймыз. Енді кейбір жайттар бар, біздің пікірімізбен басқалардың пікірі, яғни өзімізге күмәнді болып тұрған ойды басқа біреуге айтып, ақыл кеңес сұрап жатқан кезде біздің ойымызбен дәлме-дәл дұрыс келіп жатса, сәйкес келіп жатса, бізге ол қуаныш сыйлайды. Өйткені біздің ойымыздың дұрыстығына көз жеткізген боламыз. Ал егер біздің ойымызбен олардың айтқан ақыл кеңесі сәйкес келмей жатса, бізге ол қайға келіп жатады. Яғни қатты қайғырып емес, реніш туып жатамыз, көңіліміз қалып жатады. Сол себепте мен айтар едім, әркімнің өзінің ой пікірі бар, сол әркім өзінің ой пікірінде қалғаны дұрыс шығар деп ойлаймын. Сондай-ақ көптеген жерлерде мен байқаймын, күйеуі мен әйелі, яғни күйеуі өзінің ой пікірін әйеліне дұрыстығын мойындатқысы келіп жатыр. Яғни қалай айтсам болады, заставить етіп, требовать етіп өзінің дұрыстығын, өзінің ойының дұрыстығын әйеліне мойындатқысы келіп жатады. Мұндай еркектер бұндай жағдайды істеп, көптеген күнәға батып жатады. Ол деген дұрыс емес, қате нәрсе, құрметті еркектер. Яғни ол өзінің ақылдылығын, өзінің білімділігін әйеліне солай мойындатқысы келгендіктен бірнеше қадамдарға барып жатады, заставить етіп жатады, өзінің ойымен келіскенін қалап жатады. Мен айтар едім, әркімнің, тіпті ол сіздің әйеліңіз, тіпті ол сіздің балаңыз, ұлыңыз, қызыңыз болса да, әр адамның өзінің ой пікірі бар. Сол әр адам өзінің ой пікірінде қалуы тиіс. Яғни әйел адам өзінің отбасының тыныштығы, ер адаммен қарым-қатынасының бұзылып кетпеуі үшін ғана үндемей сол ойға, яғни күйеуінің ойына келісе салуы мүмкін. Ондай жағдай болса да, айтады ғой, еркек адам бала көңілді деп, сол оған еркекке сол қуаныш сыйлайды, келісе салған қуаныш сыйлайды. Мен осы жерде әйелдерге бір кеңес айтып кетем. Ешқашан сіздің күйеуіңіз өзінің ой пікірін айтып жатса, сіз оған келіскен кейіп танытқандай, ешқашан күлімдемеңіз. Тіпті мысленно, яғни ойша болса да, оған күлмеңіз. Ал егер сізді эмоцияңызды басқара алатын күйеуіңіз болатын болса, ол сізді соған сай жазалайды. Яғни жазалау әрекеті жүріп кетеді ары қарай. Енді бір қызық жағдай, мен бір досым бар, ол үнемі басқалардың пікірімен санасып жатады, басқалардың пікіріне келісіп жатады, басқалардың пікірін сондай қатты ыждағаттылықпен тыңдап жатады, олардың пікіріне қатты қабылдап жатады. Мен айтамын оған, неге сен олай жасайсың? Басқалардың пікірі, ол басқалардың пікірі, сенің өзінің ой пікірің болу керек деген сияқты. Айтам ғой, ол күледі. Не үшін олай жасайсың дегенге ол күледі. Себебі ол айтады, басқалардың ой пікірі, олар өздерінің ақымақтығын маған істеткісі келеді. Яғни олардың айтқанын қабылдағанмен, олардың айтқанымен жүреді деген сөз емес. Яғни ол кісі, ол адам өзінің интуициясына, өзінің біліміне толықтай сенеді. Яғни басқа адамдардың пікірін ол жай әшейін қабылдай береді. Ал екінші бір досым бар, ол керісінше, ол үнемі жынданып жүреді.
үнемі напряженный былай әркімнің ойының пікірмен санасып, анау маған бүйтіп айтты, мынау маған сөйтіп айтты деп әркімнің пікірмен санасып жүреді. Яғни басқа біреудің пікіріне мұқтаж болғандықтан шығар деп ойлаймын. Өйткені оған сұрасам, олар мені ашуландыратындай пікірлер айтады. Сол себепті мен осылай жүрем дейді. Яғни әр адамның өзінің пікірі болуы керек. Әр адам өзінің пікірінде қалуы керек. Осы тақырыпты қорытындылай келе, менде бір шағын ғана жұлдыз жорамал іспеттес. Қай жұлдызнама белгісіндегі адамдар басқаларының пікіріне қалай қарайтындығы туралы ақпараттар шықты, соны айтып кетейін. Таразы мен балықтар әрқашан біреудің пікірін баса назарда ұстайды екен. Тауешкілер үнемі өз ойларында қалатын жандар. Арыстандар басқалардың пікірін мүлдем естімейді, тыңдамайды, басқалардың пікіріне жүгінбейді. Шаяндар ол өте үнсіз жандар. Олардың ойында не бар екен, олардың өз ойы қандай екен білу мүмкін емес. Егіздер барлық пікірлерді қабылдағанымен соңында шешімді өз ойындағы шешіммен қабылдайды. Тоқты мен бекеш басқалардың пікірін теоретический жүзде, яғни теориялық жүзінде қатты қабылдап, ойға алып, сараптап, саралап, кейін өздерінің пайдасына асырып жатады. Торпақтар да сондай. Су құйғыш пен мергендер басқа адамдардың пікірін мен оңай байланысып, оларға да қызығушылығын тудырып жатса, өздеріне пайдалана алады.